Сәлем достар, қалдарың қалай? Енді өздерің білетіндей, бізде қазір екі көлік. Сол екі көлікпен не болып жатыр, не қойып жатыр. Мейлі BMW-ны осыдан алдыңғы роликте ғана алдық. Ал енді бұдан алдын алған Вентамызбен не болып жатыр, не қойдық, не істедік деген сұрақтар енді көп түсіп жатыр. Енді шынымды айтайын, ол көліктің жұмысы мүлдем жүрген жоқ. Білмеймін, не істесем де, қалай істесек те әйтеуір жұмысы жүрмей кетті. Біресе менің ең алғашқы берген жаңағы көршім болды, жұмысын атқарамады, қол босамай кетті. Одан кейін барып Рустам ағаға алып бердім. Ол да жұмысын жүргізе алмай жатыр, машиналар көбейіп кетті. Енді бір машинасын бітірген кезде оның тағы қосымша жұмыстар шығып кетті дегендей, екі ортада Вента ешқандай жұмыссыз бір қалыпта қалып қала берді. Енді білмеймін, енді қалай айтсам болады, ешкімді даттамаймын, ешкімді жамандамаймын. Барлық жағдайда өздеріңіз көріңіздер. Просто бұл жерде мен де сізді ұятқан жоқ та. Мен сізге... Главное, в среду зайдешь, в среду. Шумер, порог уже стоять будет твой. В среду куда-нибудь. Bunu erken bitiremeyiz. Olmadı, gidelim. Seninki вторник келеді, может после обеда бітірдім. Просто абат, мен жақтым, бәрін сізге не алып. Ақшасын алдыңыз, сұрадыңыз. Ақшаны деген бұл мағыналы. Жоқ, ода емес, сіз айттыңыз, мен жоқ, сіз айттыңыз. Ана дөңгелек машина спускается, пойдем. Дөңгелек. Жоқ, сіз маған айттыңыз, мен сізге сетемін, сіз не алып. Ана маляркадан машина келді, жинағы, бәрін бітірдік құдай айтты. Сізге сенің алдында тұрап сәдеміз, сізге ана малярка очып көрсетеді. Ол кетсін, очып. Ой, малярка шыққан, бақы. Такой малярка, такой малярка шыққан. А вы тесіп, жер беріп, или былай итере алсаңыз, бұл тесіп, мен білемін. Нет, потому что это переворачивать будем. Нужно? Она машинаны? Мен ауыстырасы болмайды, арқылысы. Бұна қарай, что творится? Оның бәрін жақсы білемін. Осының бәрін білгеннен кейін сізге алып келдім, аға сіз ғана істеп жақсы істеп береді. Мен сен ананы біз тазаладық қой, как андай жапшылып тастаған екен. Бәрін тазала, анға айттым, бір апта шықмады ғой жұмысқа. Үйде ремонт жасаған. Сол ғой. Былай айтыңыз, мен сізді даттамаймын, сізді жұмысты жаман демеймін. Сіз просто еркекше айтыңыз, Бітедім білмеймін, вторник кіреді. Қанша уақытта бітіріп бересіз, білмеймін. Если бары нормально болса, мы жанша не отвлекаем. Зазор мен қоямын. Зазорын сізге жанша сварканы ол жасайды. Қанша уақыт? Бір апта кетеді. Бір апта. Сонда вторник кірсе, бір апта ендігі арғы аптаның бір примерно средасына. Среда шығады. Среда емес. Болды ма? Еркекше ма? Мына камераға түсіріп алды. Еркекше оқыстады. Енді достар, мен де аспаннан топ етіп түскен жоқпын. Бұл жұмысты да енді бастап келгендіктен көптеген қателіктер кетіп жатыр. Көптеген жаңағы жұмысты дұрыс жасамай жатырмын. Енді барынша бәрін ашық. Енді мен кездестірген қателіктермен сіздер кездеспесін деп барлығын барынша ашық көрсетуге тырысып жатырмын. Енді мен ары қарай осылай күш-жігермен істесін десеңіздер, бұл жерде тек сіздердің қолдауларыңыз ғана керек маған. Ары қарай жұмыстың бәріне әйтеуір бір нәрсе қылып жүріп, енді бір жерде ұтылсақ та, бір жерде ұтсақ та, бір жерде уақыт көп кетсе де, әйтеуір барынша бәрін, барлық жерін көрсетуге тырысатын боламын. Енді жаңадан алған BMW-мізбен не болып жатыр? Енді соған бір мән беріңіздер. Достар, қазір біз жаңағы біздің алған BMW-ны соны СТО-ға апарып тастау керек. Сол үшін келдік. Заттарын жинап, ары қарай алып тастаймыз. Қазір ойланып тұрмыз да, эвакуатор шақырамыз ба, или не шақырамыз деп ше? Сондай ойлайсың. Сондай номерларын алып қаласқан. Қазір сен қалай бұны эвакуатормен алып кетейік пе, или машина шақыртайық па, соны сенен бірінші сұрап өттім. Алло, я вот недавно звонил насчет эвакуатора Акжар. Да, можете отправить 10 тысяч, да, сказали? 10 тысяч, да?
Все хорошо. Bunu dostlar, блогында дайындап қойған. Жақсылап бір еткен. Енді осыны мотор қылып жинайды ғой. İçinde bәрі да? Иә. İçinde бәрі идеально. Енді осыған мотор жинайды. Салонда ашыр. Или багажникте. Салон. Ya, bir ақпарат ретінде беріп жіберейін. Достар, мына ішінде мына моторға керекті запчастьтің бәрін алып қойған. Жаңа запчастьтің бәрі тұр. Тек моторды жинайды и жүргізеді. Болды. Сонымен мына коробкасы да мына жерде жатыр. Осының бәрін бұйыртса, жаңағы фазл 2 күн ішінде жинап береміз. 2 күн ішінде біз көлікті алып кетеміз. Оған дейін бірақ ертең Құдай қаласа келіп, салонын толығымен жинап алып кетеміз. Калиновалдың бugildарды білмеймін, ретімен қойған. Қай жағдан ашылатынын білмеймін. Оны фазл өзіне алып отынша түсін. Мына жағы бір шар. 1, 2, 3, 4, 5. Ауыз кетпейтін. Оны қалай фазлға бір хабарласып сен. Бірдеңе белгілеп алайық. 1, 2, 3, 4, 5. Жалпы достар, машина осы алдыңғы серияда осыдан алдыңғы серияда көбісі енді жамандап, даттап, шрот, мұрот деп бәрі енді айтқанша айтты. Қазір бәрін қабылдаймын, бәрін түсінемін. Сендер жалпы тек қазір енді білмеймін, экранда солай көрінетінше тек нені көріп отырсыңдар да, көліктің жаман жерін ғана көріп отырсыңдар. Ал мен бұдан перспектива, яғни бұдан келетін пайданы көріп тұрмын. Жұмысты көріп тұрмын. Бұдан келетін бір қалай айтсам болады, былай қысқаша айтқан кезде контентті көріп тұрмын. Көлік жаңа мен айтып өттім. Расында келген кезде маған мүлдем ұнамайтын кузов болды. Бірақ маған енді осындай тиімді бағамен келіп тұр. Мен сіздерге алдында да ескерттім. Тиімді бағамен болса біз ала береміз деп. Тиімді бағамен келгеннен кейін алып кетіп отырмыз. Оның үстіне бұл көлікті мысалы бәр нәрсесін, моторын бәрін дайындап қойған, запчастьтарын бәрін алып қойған, тек қана жүргізу, жинап жүргізу ғана қалған. Енді соны істеп берсе, сонымен бұйыртса біз алып кетеміз, салон жинаймыз и покраска. Содан кейін барып, достар, бір сына жіберіңдерші, қалай шығатынын көресіңдер. Сразу покраска резерв. Қазір бұны полностью жинаймыз. Жинап болған екен, иә? Кузовын, салонын. Енді салон, по-моему, оған дейін салон жинамаймыз. Покраскадан кейін барып жинайтын шығармыз. Қазір ана жерін порогын кесіп, ретке келтіріп, айтпақшы порогын сұрау керек. Порогі бар бұның еще, порогын да алып қойған. Мына жігітті фазлдың өзіне тапсырып кетіп отырмыз машинаны. Кешке дейін жаңағы заттарын шығарып қояды, біз ішіндегі салонның заттарын бәрін алып кетеміз. Моторын өздерінің бұйыртса 2 күнде көлікті жүргізіп береді, Құдай қаласа. Содан кейін жүргізгенге бір сиденье қалдырамыз. Одан фазл. Одан біз кеттік. Жақсы.
Достар, енді қазір уақыт тығыз болғандықтан мен бүгін монтажды бітірем. Бүгін жаңа ролик шығарам деп өзім жоспарлап қойған едім. Енді бүгін негізі қазір жаңа айтқанымдай ішкі салонын толығымен алып кетеміз. Алып кеттік те уже. Бұл жері енді ендігі аптаның ролигінде шығатын болады. Ендігі аптаның ролигінде қосымша жаңа Рустам ағаның сөзін өздерің естігендей біраз жұмысын бітіріп қоям деді. Соны да көрсететін болам. Менің мақсатым оларды енді заводтан шыққан күйіндегідей шығармасам да, бірақ соған жақын қылып істеу. Ең басты мақсатым осы. Енді оған әрине көп уақыт кетіп жатыр. Енді барынша жұмыс қиын болып жатса да, енді бұл қиыншылықтарға дес бермей, әйтеуір алға ұмтылудамыз. Енді осындай жаңағы алдыңғы роликте көп адамдар жазып жатыр. Шроттарды ала бересің ба, бүйтіп жатсың, сөйтіп жатсың деген сияқты әңгімелерде, комментарийларда түсіп жатыр. Қосылам достар. Сендер үшін шрот болса, мен үшін бұл кәдімгідей жақсы машиналар. Менің жағдайымда, әрине менің жағдайымда қолым жеткені, қаржым жеткені осы көліктер. Енді басқа амал жоқ. Осылай өсеміз бұйыртса. Міндетті түрде арнама жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әзірге осы ендігі аптада жолыққанша достар, аман болыңыздар.